Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бірінші сынып жаратылыстану. 29-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы жасанды жарық көздерінің қажеттіліктері. Балалар, не байқадың? Күнделікті өмірде жарық не үшін қажет? Егер жарық болмаса, не болар еді? Суреттерге қарап, өз ойыңмен бөлісіп көр. Мысалы, бізде жарық болмаса, түнде көшелерде жүре аламыз ба? Жүру бізге қиындық туғызар еді. Солай ма, балалар? Көшеде жүру үшін де түнде жолдарда жарық міндетті түрде қажет. Содан соң бөлмемізде үстел шамдары. Бұл да жасанды жарық. Я, балалар? Бұл да жарық болмаса, не істер едік? Үстелдің үстінде, бөлмеде шамдары бізге не үшін қажет? Бұлар болмаса, біз жұмыс жасауымыз қиындық туар еді. Және өздерің ойлап көріңдерші, үшінші суретке назар аудар. Бұл жерде жарықтың қандай түрін көріп тұрсыңдар? Қандай жасанды жарық бар? Ойланып, өз ойыңмен бөліс. Жарық адамға қолайлы өмір сүру үшін, түнгі тіршілік үшін, жол бойындағы көліктер мен жаяу жүргіншілердің қауіпсіздігі үшін қажет. Жарық көзін дұрыс, үнемді пайдалану керек. Өсімдіктер мен жануарларға жарық не үшін керек? Қараңдаршы, мына суретке назар аудар. Бұл табиғат. Өсімдіктерге жарық не үшін қажет? Өсімдіктерге дұрыс өсуі үшін қажет. Өсімдіктер де жарықты сүйеді. Ал жануарларға не үшін қажет? Өз азығын тауып жеу үшін, айналадағы азықтарды, дүниені көру үшін қажет. Анықтайық. Ортақ белгілері мен айырмашылығын анықта. Бірінші бөлме. Қандай бөлме? Екінші бөлме. Екеуінде де қандай белгілері мен айырмашылығы бар? Бірінші бөлмедегі жарық төбеден түсіп тұр. Ол да жасанды жарық. Сынып бөлмесінде өзің отырған партаға түсетін жарық көздерін анықта. Терезенің жарығы қай жағынан түседі? Оң жағынан ба, әлде сол жағынан ба? Зерттеп көр. Жұмыс үстеліңе жарық сол жақтан түсуі керек. Ал егер солақай болсаң, жарық оң жақтан түсуі тиіс. Тіршілік иелерінің барлығы күн көзінен жарық пен жылу алады. Балалар, жұмыстың соңында мынау бізге жарық, жылу беретін күн бейнесін көріп тұрсыңдар. Осы бейненің айналасында орналасқан әріптерден сөз құра. Сөз құрап көрші. Қандай сөз шықты? Осылардың барлығын мұғаліміңе тексертіп, бағаңды алуды ұмытпа. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.